Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай духовкасыз дайындалатын өте ерекше колбасик жасаймыз. Ең алдымен үйде бар өзіңізге ұнайтын печеньені қолдансаңыз болады. Мен осы видеода көрсетілген печенье түрін қолдандым және мен 2 пачка печеньеға қолданғанмын. Бірақ сіздерге описанияға 1 пачка печеньеға рецептісін мөлшерін жазып кетемін. Осындай печеньені майдалап аласыз қолмен, одан да майда істесеңіз де бола береді. Және басқа бір шетке 100 грамм сливочный маслоны и маргаринді, шедевр, щедрое лето сияқты, пампушка сияқты маргариндерді ертіп алуыңыз қажет болады. Және оған кез келген өзіңізге ұнайтын варенканы қолданыңыз. Бұл жерде ең негізгі варенканы дұрыс таңдағаныңыз дұрыс. Варенкаға барлығы варенкаға байланысты. Көп бұған дәм беретін варенка болып табылады. Сосын ванилинді қосасыз 1 пачка. Сосын мен сахарный пудра қосқанмын, сәл тәтті болсын деп. Бірақ сіздерге онша тәттілігі қатты тәтті болмасын десеңіздер, сахарный пудра қоспасаңыз да болады. Бірақ мен 2 ас қасық сахарный пудра қолданғанмын. Және осы барлық заттарды қосып болғаннан кейін, 1 келкі болғанға дейін миксердің көмегімен немесе мен сияқты қасықтың көмегімен араластырсаңыздар да бола береді. Араластырып болғаннан кейін жаңа майдалап алған печеньямызды аламыз дағын, осы кремді барлығына қосып бір-біріне араластырамыз. Осы печенье бір-біріне бірігуі қажет болады. Және мен бұл печенье түріні муравейник жасасаңыз да болады. Стаканға салып, ішіне пищевой пленка салып, стаканға салып, муравейник жасасаңыз, или муравейник торт сияқты жинасаңыз да болады. Бірақ маған колбаса етіп істеген ұнайды. Мен холодильникке салып қоямын, ол біраз уақытқа дейін тұра береді. Онша қатып қалмайды. Ал муравейник стаканға істейтін болсаңыздар, ол қатып қалады дағын, кейін жеуге неудобно болады. Осы колбасик түрін мен сіздерге көрсетемін. Осылай пищевой пленканы алып жайып аласыздар және жаңағы дайындаған печеньедан массамызды осы пищевой пленкаға салып, видеода көрсетілгендей етіп, колбасаның формасын жасауыңыз қажет болады. Дом-домалақ етсеңіз әдемі шығады. Осылай қолдың көмегімен қолыңызға перчатка киіп алсаңыз да болады, немесе мен сияқты өзің қолыңызбен істесеңіз де бола береді. Осындай колбасаның формасын жасайсыз және пищевой пленкаға полны бәр жағынан орап, қатты етіп орап, домалақ етіп, оны холодильникке 2 сағатқа немесе морозилкаға салғанда дұрыс. Бірақ егерде сізге тез дайындалуы қажет болса, ал егерде сіз тез емес болса, онда холодильникке 2 сағатқа салып қойсаңыздар дайын болады. Осылай орап холодильникке саласыз және осылай алғаннан кейін осындай болып шығады. Егерде сізге ұнаған болса, лайк басып тұрып кетуін ұмытпаңыз.